Assalamualaikum қазақтарым, мен бір емес бірнеше рет біздің мүфтидің надан, білімсіз екендігі туралы дәлелдермен жазған едім. Ол өзін жай мүфтимін деп есептемейді. Бас мүфтимін деп есептейді. Орысша верховный мүфтимін деп есептейді. Как будто бізде бір емес бірнеше мүфти бар сияқты. Сонымен өзінің білімсіздігімен шірікті өзі ғана емес, сонымен қатар жаңа мешіттер ашылған кезде қызыл лентаны кесіп адамдар шірікке қарай итереді. Адамдар мүфтиді білімді дұрыс жасайды деп ойлайды, сондықтан бәрі де осылай істеуге тырысады. Хадистерде кәпірлердің істегенін істеп соларға ұқсағысы келетін адам бізден емес дейді, яғни ол да кәпір. Ал қызыл лентаны кесу бізге кәпірлерден келді. Мүфти кәпірлерге ұқсап қызыл лентаны кескен кезде ол және басқа да имамдар осы әрекетімен мешітке жол аштық. Мешітте келетін адамдар енді көп болады деп үміттенеді. Осылайша мешіттің жәшіктеріне садақа ретінде көбірек ақша түседі деп армандайды надандар. Енді мен әкелген фотосуреттерді қараңыздар. Мүфтиіміз енді кітаптарға жол ашу үшін қызыл лентаны кесе бастады. Осылайша олар кітаптарды көбірек сатылып табыс әкеледі деп сенеді лентаны кессе. Тағы бір фотода бір емес үш надан мүфтилер кітаптың лентасын кесіп тұр. Бірінен кейін бірі болған мүфтилер. Осы әрекеттерден кейін мүфти мен мүфтияттың қызметкерлеріне шайтандар қуанып, істеген жұмыстарын тойлап жатқан шығар деп ойлаймын. Өйткені басқа емес, бір елдің мүфтиі жаратушы Аллах тағаладан көмек сұрап, құлшылық етудің орнына шайтанның қызыл лентасынан көмек сұрап, сол лентаға үміттенсе шайтандар қалай қуанбайды. Осылайша ол және оның айналасындағылар адамдарды шіркке қарай итермелеуде. Мен қазір мүфтиді сауатты адамдардың бірі деп қате санайтын Қазақстанның президенті үшін қорқамын. Бұл надан сопы президентімізді өлгендердің қабіріне кезек-кезек апарады және өздеріне өздері көмектесе алмайтын әруақтарға бас иіп, табынып, солардан көмек сұрайды. Президентке сопылық Құранды толығымен жоққа шығаратынын және Алланың шариғатына қайшы келетінін айтыңыздар егер кездесе қалсаңыздар. Сақ болыңыздар шайтанның құлдарынан. Қорытындыға келе барлық сансыз шексіз шетсіз мақтау мен мадақтаудың да жалғыз тек Аллахқа ғана лайық.